Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге венский вафлидің рецептісін ұсынғым келеді. Бұл вафли өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Мен сіздерге құпия рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл вафлиді таңғы асқа дайындасаңыздар, бәріне ұнайтынына сенімдімін. Вафлимізге керек заттар: жұмыртқа, шекер, сары май, ұн, сүт және де крахмал. Крахмал біздің құпия рецептіміздің бірі. Крахмал қосатын болсаңыздар, сіздердің вафлиларыңыз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Енді 3 жұмыртқаға 250 грамм шекерді қосып жақсылап тұрып, венчикпен көпіргенше араластырып аламыз. Сосын үстіне 120 грамм ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте қамырымызға 200 грамм бөлме температурасындағы сүтті қосамыз. Қамырымызға 300 грамм електен өткізілген ұнды қосып, оның үстіне 50 грамм крахмал қосамыз. Крахмал менде жүгері крахмалы. Сіздерде қандай крахмал бар, соларды қоса берсеңіздер болады. Қамырымызға крахмал қоспасаңыздар, біздің вафлиміз қатты болып қалады. Сол үшін бұл жерде крахмал қосу маңызды. Және де бұлардың үстіне 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. Қатты сұйық та емес, қою да емес. Қамыр дайындап жатқан кезде вафельницамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған вафельницаға болашақ вафлиларымыздың қамырын құйып шығамыз. Менде вафельницаның өзінің арнайы ыдысы болды қамыр қоятын. Біздің вафлиміз 1,5 минутта пісті. Вафлиміз қызара бастаған кезде оны аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің вафлиміз өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Вафли шынымен де жұмсақ, нәзік болып шығады. Мен осы уақытқа дейін басқа рецепттерді көрдім, бірақ осы рецептпен вафлиміздің жұмсақ, дәмді болып шығатынына көзім жетті. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.